мынандай қылып өлеңдерді бастырып түні менен жаздырып мынаны таратып келіңдер балаларға. Соң күндіз репетицияға өтеміз. Ойпырмай үндемей өтіп кетсек екен десем, айқайлап бір ұрандатып өтеді ғой жаңа елдің ортасына жаңа телевидениеға түсетін. Содан ол не керек, сол 16-сы күні келдік та 20-шы күні бірақ қайттық қой. Сол бір аптада мен Шөкеңнің мына кісілер айтып жатқан тірлігінің бәріне әбден таныстым, көрдім, қамшысының құдіретін көрдім. Құдай сақтар, елдің бәрін тінтіп атқан солдаттар мені тінтімейді ғой. Ол қамшыны мен қойныма емес, қойныма тықсам көрінді. Артымна көйлектің артына тығып, әйтеуір аман есен алып келіп, Шон ағамыз бекер шақырған жоқ қой. Сол кісінің өлеңімен келгенбіз. Ана тілін ардақтайық деген. Бұл енді жаңағы анам тілі аяулымнан бөлек. Соны айтамыз деп барғанбыз ғой. Сөйтсек тамашаның режиссері ағамыз Лұқпан Түрісұғын, Шөке, мына өлеңіңізді айтатын болсақ, өзіңіз емес бәріміз түгел қырыламыз.